Бүгін біз сабақты саяхатшы Дарамен бірге білімділер үйіне барамыз. Ол үшін мына картадағы түрлі кедергілерге берілген тапсырмаларды орындауымыз қажет. Апай, біз жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Жақсы балалар, барлықтарымыз дұрыс жауап бердік. Енді осы сөйлемдерді дәптерімізге көркем Жарайсыңдар балалар, сендер ағаш кедергісінен өте жақсы өттіңдер. Енді біздің келесі кедергі жартас. Бұл кедергіден өту үшін 9-шы жаттығуды орындауымыз қажет. 9-шы жаттығуда көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз. Яғни келе жатыр, келе бастады деген. Алаяқтың тапсырмасы бізде логикалық сұрақтар екен. Осы логикалық сұрақты бір-бірден оқып, кім қайсысына жауап бере алады? Жауап берсеңдер болады. Сіздер балалар, алаяқтың логикалық сұрақтарына жауап бердік. Келесі екінші тапсырмасы алаяқтың орындау үшін дырылдату әдісін қолданамын. Бұл жерде сендер осы чатқа тез-тез етістіктерді айтыңдаршы, кез келген етістіктерді. Мен стоп деймін, кім менің үстімде қалады, кімнің етістігі, сол келесі мәтінді оқиды. 6-шы сұрақ. Динаның ұстазы күй атасы Құрманғазы болған. Дұрыс па, әлде бұрыс па? Дұрыс, апай. Қайсыңдар балалар, бүгінгі біздің саяхатымыздың мәресіне жеттік. Ең соңғы кедергі бізде үй болған. Бұл кедергіде сендер бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасайсың. Қайсыңдар